Сәлем, бұл кино баласы арнасы. Сіздерді жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Аяз атаға хат жаздыңдар ма? Алдарыңызға пішінә мен кофе алып отырмыз. Қазір жаңа жылдық мультик көреміз. Мультиктің аты Гринч. 1-ден 10-ға шейін бағаларыңызды беріп кетіңіздер. Ал комментарийға жаңа жыл құтты болсын деп қатарлатып тастаңдар. Алыстағы тау мен ағаштардан қоршалған қала бар. Онда қазір жаңа жыл. Барлық адам күліп ойнап жүр. Жаңа жылға адамдар қаланы безендіреді. Ал қалаға жақын жерде жасыл құбыжық мекендейді. Оның аты Гринч. Бірақ ол ашушаң, жалқау әрі еріншек. Онымен бірге оның иті тұрады. Оның иті оған тамақ дайындап қойыпты. Таңертең оянып тамақ жеуге тұрса, бір тал фасоль. Одан бұрын ол барлық тамақты аузына тықты. Енді онда екі таңдау бар. Бірі тамақсыз аштан өлу, екіншісі қалаға барып тамақ әкелу. Ол қаланы жеп көрсе де екінші шешім таңдады. Жол бойы ешкіммен сөйлеспеуді шешеді. Бірақ орта жолда жаңа жылдық хор Гринчтің артынан қалмайды. Ол қашып дүкенге жетеді. Осы қалада бір Дана деген әйел үш баласымен тұрады екен. Оның үлкен қызы Сания Аяз атаға хат жеткізу үшін поштаға кетеді. Ол шанамен сырғып келеді. Бір төмпешіктен дәл Гринчтің бетіне түседі. Гринч шыдағаннан Санияны мазақтап Аяз ата жоқ деп келемеждейді. Үйіне барар жолда оны досы деп есептейтін Макс деген адамның үй жағынан байқатпай өткісі келеді. Өйткені байқап қойса оның мазасын алады. Гринч байқамай ақ қалаға қадалады. Ал Макс бәрі дұрыс па дейді. Гринч неге үйіңді безендірдің дейді. Әкім жаңа жылды дүркірет тойлаңдар дегесін дейді салады. Сол түні ол қалаға қарап тұр. Үйге келгесін бірден істеу керек еді дейді. Келесі күні ол пианино тартып, ал иті барабан ойнайды. Бір кезде ол жер сілкінісін байқап, далаға шыққанда қала тұрғындары қалаға үлкен шырша апара жатыр екен. Ол жынданады. Түнде қала тұрғындары шыршаны безендіруді бастап кетеді. Осы кезде Сания қазір келем деп, досына ол өзінің Аяз атаны ұстап алатынын айтады. Гринч катапульта жасапты. Бірақ оның катапультасы төмен сырғып, өзін лақтырады. Әкім гирландияларды қоспақ болғанда, Гринч құлап өзі қосады. Гринч онда неше түрлі безендірулер мен адамдардың күлкісін көріп, кішкентай кезін есіне түсіреді. Гринч құттайында балалар үйінде өскен. Ол әрдайым жалғыз, әрі достары жоқ болған. Жаңа жылда барлық баланы асырап алады. Бірақ Гринчте емес. Сол үшін ол жаңа жылды жек көріп кеткен. Үйге келіп итіне жаңа жыл жасамайтынын айтады. Келесі күні таңертең ол жаттығу жасап, жоспарын айтты. Ол Аяз ата киім киіп алып, барлық сыйлықтарды ұрлап кететінін айтады. Кешке Сания көшеге шығып, досын ертіп алады. Олар өздері жасаған ағаш үйге барады. Олар Аяз атаны қалай ұстап алсақ болады деп жоспар құрады. Кешке Сания балаларды жинап, тұзақ жасауға көмектесіп жіберіңдер дейді. Кешке Гринч өз пландарын іске асыру үшін кітап оқиды. Онда ол өзіне бұғы керек екенін түсінеді. Сосын бұғы ұстау үшін ән шырқайды. Бірақ ол жерге тек ешкі келеді. Ол қатты айқайлайды. Осылай әрі жүріп бері жүріп бұғылардың үйін тапты. Бірақ ешкі келіп айқайлап бәрін қуып жіберді. Тек бір семіз бұғы қалды. Оны ұстау үшін төмпешіктің артына тығылды. Бұғы оның басындағы бір тал шашты шөптеп жей бастайды. Гринч орнынан атып тұрып айқайлайды. Бұғы қаша бастайды. Гринч жіпке байлап, оны артынан сырғиды. Жолда ағашқа қадалып ұйықтап қалды. Тұрса бұғы Гринчтің басын жалап тұр. Осылай ол жоспардың бір бөлігін орындайды. Ендігі мақсат шана. Ол оны дүкеннен ұрламақшы. Бұғысы мен итіне күтіңдер деп өзі ұрлыққа кетеді. Төбеге шығайын дегенде баспалдақ қарға кіріп батып кетеді. Осы кезде ит оянып кетіп, Гринчті қуады. Гринч әрең дегенде шанаға өрмелеп шығады. Ит артынан тістеп ала жаздайды. Ол үйіне келді. Достарымен бірге ұйықтады. Таңертең ол итіне дрон жасап, адамдарды бақылауға қалаға жібереді. Бірақ иті жұмысты дұрыс атқармай шұжыққа жабысады. Кейін ол айналып тұрған дронға тиіп, Гринчке оралады. Гринч қаланы картаға түсіреді. Кейін ол шанасына жорстокий тюнинг жасап қойған. Олар жаттығу үшін сыртқа шығады. Алдынан мұз шығып олар айналады. Алдынан екі бұғы шығады. Гринч оларды қуып жіберейін дегенде, ол өз бұғысының отбасы екен. Оның жүрегі елжіреп бұғымен қоштасады. Тіпті бұл жоспарына қайшы қосады. Гринч түнімен ұйықтамай неше түрлі құрылғылар ойлап шығарады. Және Аяз ата болып киініп алды. Қала тұрғындары оған асық дайындалды. Гринч бұғының орнына итін жығып қойған. Иті басында қарға кіріп кетті. Ол давай деп мотивация бергеннен кейін шығады. Қалада ол өзі жасап шығарған құрылғылардың арқасында сыйлықтарды оңай ұрлайды. Жарқыраған қала әп-сәтте қараңғы болды. Тек бір үй қалды. Ол үй Сания тұрады. Онда Гринч оңай кіреді. Бір пішінайды көріп, оны алғанда Санияның тұзағына түседі. Оны Сания көріп, өзін Аяз атаны ұстадым деп қуанады. Кейін ол өз тілегін айтады. Анам көп жұмыс істегеннен шаршап жүр. Соған көмектесші дейді. Оны естіген Гринчтің жүрегі сәл жылиды. Гринч Санияға ұйықтай беріп, өзін көмектесем дейді. Таңертең халық не болғанын түсінбейді. Ал Сания бұл өзінің кінәсі екенін айтады.
Ол оны тұзаққа түсіріп ашуландырып алдым дейді. Анасы ұрлықшы тек заттарды ұрлады, бірақ біздің мерекемізде емес дейді. Гринч ұрлаған заттардың бәрін қыздан лақтырмақ болды. Құлағы қаладан шыққан әнді естиді. Бинокльмен қарайды. Ол тұрғындардың бақытты екенін көрді. Әнді естіп оның жүрегі алғаш рет бақыттың екенін түсінеді. Ол сыйлықтардың бәрін қайтаруға барып ұйғарады. Бірақ шанасы қыздан сырғып кетеді. Артынан Гринч секіріп құрылғысын ұстайды. Кейін жасын құлайды. Оны бұғы құтқарды. Сөйтіп бұғысына алғыс айтып, қалаға жол тартады. Жолда адамдардың бәрі естісін деп саксофон ойнайды. Ортаға тұрып бәрінен кешірім сұрайды. Санядан кешірім сұрап кетіп қалады. Таңертең итіне сыйлығын береді. Итінің қуанып жүргенін көріп, Гринч те қуанады. Есікті біреу қағады. Қараса Саня екен. Ол оны қонаққа шақырды. Кешке итімен келгенде ол ыңғайсызданады. Есіктің звоногын баса алмай тұрады. Бірақ тоқшанап басады. Оны барлығы жақсы қарсы алды. Тіпті стол жасасып жүр. Макс өз көзіне өзі сенбеді. Отырыста ол өзінің жаңа жылды емес, жалғыздықты жек көргенін айтады. Соңында ол өзінің Саняға алғысын айтады. Ол алғаш рет жаңа жыл тойлады. Ал енді Гринчқа жақсы отырыс болсын. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Гринч мультфильміне 1-ден 10-ға дейін баға беріп кетіпті. Жаңа жыл құтты болсын. Айтпақшы, комментарийға жаңа жыл құтты болсын деп толтырып тастаңыздар.